Сәлем достар, біз бүгін өте дәмді шоколадты пудинг жасаймыз. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Ол үшін ең бірінші желатинімізді мұздай суға езіп қоямыз. Одан кейін сүтке қантымызды, какаомызды қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін орташа отта қантымыз бен какаомыз ерігенше араластырамыз. Біздің желатиндеріміз осылай бұқтырылып қалады, оны енді микроволновкада немесе су моншасында ерітеміз. Ыстық сүтке шоколадтарымызды қосып, жақсылап шоколадымыз ерігенше араластырамыз. Одан кейін желатинімізді қосып, пищевой пакет төселген осындай кекстің ыдысына салып қоямыз. Және де тоңазытқышқа бір күн бойы тұрған жақсы. Негізінде шоколадты пудингті кешке жасаған жақсы, өйткені таңертеңгісін ыстық шаймен іше қоясыздар. Мінеки пудингіміз дайын болды. Енді оның бетін Несквикпен немесе какаомен ойыстырып сүйіп шығамыз. Шоколадты пудингіміз көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ, ауызда еріп кететін птичье молоко сияқты болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің арнамда одан да басқа рецепттер бар, қарасаңыздар болады. Лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет достар.